міне кешегі болған мына көтерілісті мен дұрыс деп қабылдамаймыз барлығымыз халық. Жастар дұрыс жолмен кетпеді, ұрлық қылды, адам өлтіруге дейін барды. Солардың алдында тұрған мына полиция қызметкерлеріне мыңда бір рахмет. Солар болмағанда қаламыз не болатынын Құдай білсін, қандай жағдайда болатынын. Оларға үлкен рахмет айтамыз. Жандарын шүберекке түйіп солардың арасында жүрді, семьясын тастап. Біз де соларға тілектес болып отырды. Қиын болды енді жағдай. Кеше ғана президенттің қаулысы өте жақсы деп ойлаймын. Енді ары қарай сол біздің халыққа жетсе, соның барлығы орындалса, нұр үстіне нұр болар еді. Барлық біздің Шымкент облысының полицейлерінің барлығына алғыс айтамыз. Кешегі дүниеден өткен, қыршын кеткен органдардың қызметкерлеріне көңіл айтамыз. Сол барлығы жақсы деп білемін. Қалған өмір жақсы болсын, тыныш болсын, ары қарай өміріміз. Ешқандай мұндай нәрсе болмасын, жастарға Құдай сабыр берсін. Сол айтатынымыз.